Ағзадағы құрттан құтылу үшін мына 5 тұнбаны ішіңіз. Құрттың адам ағзасына түсуі оңай, ал шығуы өте қиын. Жалпы ағзада құрттың бар жоғын қалай білуге болады, ал одан қалай құтылу керек? Мамандар адам ағзасында 384 түрлі құрт кездесуі мүмкін екендігін айтады. Құрттар бірнеше сантиметрден 2 метрге дейін болады. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитет әлсіреп, вирустық ауруларға тез шалдығасыз. Әлсіздік, бас айналу, буын ауруы мен ұйқысыздық, тез шаршағыштық пен күйгелектік, асқазан, ішек және бауыр жұмысы бұзылады. Аллергия пайда болады және тері бөртеді. Ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің ағы сарғаяды, шамадан көп тамақтану, тері құрғап шаш түседі. Егер осы белгілерді байқасаңыз, тез арада құрттан құтылудың жолдарын қарастырыңыз. Әйтпесе, ағзаңыздың біраз бөлігін істен шығарады. Ол үшін дәрі ішудің қажеті жоқ. Тек қана халық емін байқап көріңіз. Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Жаңға Дауа каналы. Сіз үшін пайдалы болатын біздің каналға жазылып, лайк басып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Алдын ала рахмет. Құрттан халық емі құтқарады. Кептірілген түйшетенді 1 стакан қайнаған су құйып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден аш қарынға ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. 2 тіс сарымсақты ұсақтап дәкеге саласыз. Кеңдеу ыдысқа 250 мл сүтті құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң үгілген сарымсақты салып 10 минуттай қайнатасыз. Дайын болған емдік сүтті таңертең аш қарынға ішесіз. Емделу мерзімі 7 күн. Осы қоспамен клизма жасауға болады. 150-200 грамм асқабақтың дәнін қабығымен блендерден өткізіңіз. Ұнтаққа 1 ас қасық бал мен 4-5 ас қасық қайнаған су қосасыз. Дайын болған қоспаны аш қарынға қабылдау керек. Емді қабылдаған соң 3 сағаттан кейін іш жүргізетін дәрі ішіңіз. Ағзаны құрттан қорғау үшін көкөніс пен жемісті жумай жемеңіз. Қайнамаған су ішпеңіз. Құрты бар адамдармен жақын болмаңыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз. Жәндіктер мен жануарларға жақындамаңыз. Бұзылған тағамдарды, яғни ет, балықты қолданбаңыз. Алайда бұл қоспаларды кішкентай балаларға қолдануға болмайды. Қолдану алдын педиатр дәрігермен ақылдасып алғаныңыз жөн. Сіздермен бірге Жаңға Дауа арнасы. Бүгінгі шығарылым пайдалы болды деп ойлаймыз. Лайк басып, біздің каналға жазылып алыңыз. Келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.